Саламатсызбы 9 сынып оқушылары. Бүгін біз 100-ші беттегі 16-шы жаттығудың мына 6 есебін шығаратын боламыз. Мысалы, бірінші есептен бастап қарастырайық. Шолпан ғаламшарының массасы 4,9 көбейту оның 24 дәрежесі килограмм дейді. Радиусы 6100 километр дейді. Массасы 100 килограмм дене шолпан бетінде оған қандай күшпен тартылады деп сұраған екен. Балалар, берілген жазып алдық. Бізде радиусымыз километрмен берілген екен. Оны метрге айналдырайық. Километрде балалар 3 дәреже бар. Түрде артқа 3 рет жылжытайық, есептеуге ыңғайлы болу үшін. Сонда 6,1 деп алатын болсақ, балалар 3 дәреже, мына жерде тағы да 3 рет жылжытуға, сонда 6 дәреже метр болады балалар. Енді тарту күшінің формасын жазып алайық. Тартылыс күшінің формасы бізде G шолпанның массасы дененің массасы бөлінген радиустың квадраты. G деген бұл жерде гравитациялық тұрақтымыз, ол тұрақты шама. Енді орнына қойып шығарайық. 6,67 көбейту оның минус 11 дәрежесі ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген килограмм квадратқа тең. Шолпанның массасы 4,9 көбейту оның 24 дәрежесі килограмм. Денеміздің массасы 100 килограмм болды. Оны бөлеміз балалар. 6,1 көбейту оның 6 дәрежесі метрдің квадратына. Ал есептесек 6,67 балалар 4-те 9-ға көбейтіп, оны 6,1-дің квадратына бөлетін болсақ, бізде 0,878 шат көбейту оның дәрежесін есептеген. 24-тен 11-ді аламыз, бізде 13 дәреже қалады. 6 дәрежені 2-ге көбейтеміз, дәрежелер көбейтеді болар. 12 сонда жоғарғы шыққанда минус болып шығады. Жаңағы 13 дәрежеден 12-ні алып тастаймыз, 1 дәреже қалады. Мына жерде 100-мізді балар 2 дәреже деп аламыз дағаны, сонда мына жеріміз 3 дәреже ньютон болады. Ол деген сөз мына санды мыңға көбейтеміз деген сөз. Сонда 878 ньютон болады екен. Оны жуықтап балар 880 ньютон деп алайық. Сонда жауабымыз, тартылыс күшіміз 880 ньютонға тең екен. Ал екінші есебімізде массалары бірдей М1 мен М2 тең дейді. 250 килограмм 2 шар, олардың центрлерінің ара қашықтығы 2 метр болса, қандай күшпен тартылады дейді. Балалар, берілген жазып алдық. Енді тартылыс күшінің формасын жазайық. Тартылыс күшіміз тең болады бізде G жаңа формамызда М1 М2 бөлінген R квадрат болады. Енді осыған сан мәндерін қойып шығарайық балалар. 6,67 көбейту оның минус 11 дәрежесі ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген килограмм квадрат. М1-міз 250 килограмм болса, М2-мізде 250 килограмм. Оны бөлеміз, радиусымыз 2 метрдің квадратына. Ал есептесек балалар, 6,67-ні 250-ге көбейтеміз, одан шыққан мән тағы 250-ге көбейтіп, оны 4-ге бөліп тастаймыз балалар. Сонда бізде өте ұзын сан шығады, көп деген. Соны біз баларына минус 11 дәрежені енді біз микроға келтіру үшін дәрежеміз азайтайық. Сонда микрода минус 6 дәреже бар. 11-ден минус 6-ны алып тастасаң, бізде 11-ден 6-ны алсақ балалар минус 5 дәреже қалады. Сонда жаңағы шыққан санымызды 100 мыңға бөліп тастаймыз. Сонда бізде балалар жоқ шамамен 1,4 деген 100-ден 4 көбейту оның жаңағы 5 дәрежені бөліп тастадық. Сонда минус 6 дәреже қалды. Ньютон. Минус 6 дәреже балалар бізде микроны береді. Сонда 1,4 микро ньютон болады екен. Сонда жауабымыз балалар, тартылыс күшіміз 1,4 микро ньютонға тең екен. Ал үшінші есебімізде балалар, егер массалар бірдей екі дененің дейді, біреуінің массасын 2 есе азайса, екеуінің де массасы 2 есе артса, олардың арасында тартылыс күші қалай өзгереді дейді. Енді А және Б жағдай үшін 2 рет есеп шығарамыз балалар. Балалар, берілген жазып алдық. Енді негізгі тартылыс күшінің формасын жазып қойық. F тең G М1 М2 бөлінген R квадрат. Енді балалар, осыны біз F1 үшін жаздық деп ойлайық. F2 үшін жазайық. Осылай өзгертпей, өзі F-тің өзін үшін жазып қойыншы, F-нәлі ойдып. Енді F1 үшін бөлік жазайын. G M көбейту M деп алайын, бөлінген R квадрат деп алайын балалар. Ал F2-міз үшін жазатын болсам, G M1 M2 деп алайын, онда R квадрат болсын. Енді балалар, дәл осыны біз А жағдай үшін шығарайық. Мынау А жағдай үшін ары қарай жалғастырып кетейін. G M1-міз бізде M-ге тең болды. М2-міз М бөлінген 2-ге тең болды. Бөлеміз оны R квадратқа. Сонда есептесек балалар, бізде 2-ні мына жаққа бөлі қылып шығарайын. 2-ден 1 қылып, сонда мына жақта G M бөлінген R квадрат қалды балалар. Мынау бізде уже мына формуланы беріп тұр, сонда ол F1-ді береді.
сонда f1 бөлінген 2 деген формуламыз қосылып шықты балалар. Бұл деген сөз а жағдайында балалар 2 есе кемейді. Енді ә жағдай үшін шығарайық. Ә жағдай үшін f2-ні табуымыз. F тартылыс, яғни f2-ні табуымыз керек балалар. G m1-іміз бізде 2m-ге тең болды. m2-іміз де 2m-ге тең болды. Бөлеміз r квадратқа. Енді сандарын көбейтіп 2-ні көбейтсек 4 алдына шығарайын. G m көбейту m бөлінген r квадрат болсын. Сонда міне мынау тағы да мына формуланы келіп шықты. Ол f1 деп береді. Сонда 4f1 болды, иә? Бұл деген сөз балалар 4 есе артады деген сөз. Сонда жауабы а жағдай үшін f2-іміз тең болды. f1 бөлінген 2, ол деген сөз 2 есе кемейді. Ал ә жағдайында бізде f2-іміз тең болды 4f1-ге, иә? Ол жағдайда балалар 4 есе артады. Ал төртінші есебімізде балалар айдың жерге тартылу күшін есептеңдер депті. Жердің массасы 5,96 көбейту оның 24 дәрежесі килограмм дейді. Айдың массасы 7,33 көбейту оның 22 дәрежесі килограмм. Жер мен айдың ара қашықтығы 384.440 километр дейді. Ал есептейік. Балалар берілген жазып алдық. Енді бізде радиусымыз километрмен берілген екен, қашықтығымыз. Оны метрге айналдырайық. Сонда балалар километрде 3 дәреже бар. Енді есептеуге ыңғайлы болу үшін үтірді 3-тен кейін қайырайын. Сонда 3, 4, 5, 6, 7, 8 дәреже болады. 3,84, 444 көбейту оның 8 дәрежесі метр болады балалар. Енді тартылыс күшінің формуласын жазайық. G, M жер болсын, көбейту M ай болсын. Оны бөлеміз қашықтықтың квадратына, иә? Ал енді осыған сан мәндерін қойып шығарамыз балалар. 6,67 көбейту оның минус 11 дәрежесі ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген килограмм квадрат. Көбейтілген жердің массасы 5,96 көбейту оның 24 дәрежесі килограмм. Айдың массасы 7,33 көбейту оның 22 дәрежесі килограмм. Оны бөлеміз. R-дің квадраты бізде 3,8444 көбейту оның 8 дәрежесі метрдің квадраты балалар. Ал есептесек балалар бізде шығады екен 19,7 көбейту оның енді дәрежесін есептейік. 24-ке 22-ні қосамыз балалар 46 болады. 46-дан 11-ді алып тастаймыз. 35 дәреже болады. 35 дәрежеден енді 8-ді 2-ге көйтсек 16, жоғарға шыққанда минус болып шығады. Сонда жаңағы 35-тен 16-ны алып тастасақ балалар плюс 19 дәреже ньютон болады екен. Сонда жауабымыз тартылыс күшіміз 19,7 көбейту оның 19 дәрежесі ньютон болады екен балалар. Ал 5-ші есебімізде жер бетінен қандай биіктікте дененің жерге тартылу күші оның жер бетіндегі тартылу күшінің 0,2 бөлігін құрайды дейді. Ал балалар берілген жазып алдық. Енді балалар F1 және F2 үшін жеке-жеке формула жазып алдық. F1 үшін қандай да бір қашықтықтағы жерден биіктігі араласқан формуланы жазып аламыз. G m-нің квадраты деп алайын. Енді балалар бізде масса бізде қажет емес бұл жерде. R плюс h-тың сыртында квадраты. Ал енді F2 үшін жазатын болсақ, биіктіксіз жазамыз. G m-нің квадраты бөлінген R квадрат болады. Енді балалар бізде F1-дің F2-ге қатынасын аламыз. F1-дің F2-ге қатынасын табамыз. Сонда F1-ге үстіне бөлшектің F1-дің формуласын жазамыз. G m-нің квадраты бөлінген R плюс h сыртында квадрат. Ал астына G бөлшек жазамыз. M-нің квадраты бөлінген R квадрат. Енді балалар математикалық жолмен есептейтін болсақ, мына жерде G-леріміз бірден қысқарып кетеді. M квадрат R плюс h квадрат. Мына бөлшек деген сөз балалар бөлуді білдіреді. Оны көбейтуге айналдырсақ, екінші бөлшегіміз айналып кетеді. Сонда R квадрат бөлінген M-нің квадраты. M-нің квадраттары қысқарады. Сонда қорытылған R квадрат бөлінген R плюс h сыртына квадрат деген өрнегіміз қалады балалар. Енді бізде мына жерде F1-дің F2-ге қатынасы 0,2-ні береді. Сонда мына жерге бірінші R квадраттарды жазып алайын. R плюс h сыртына квадраты тең 0,2-ге тең деп аламыз балалар. Енді квадраттан құтылу үшін мына бетті тупрасын алып жібереміз. Сонда R бөлінген R плюс h тең болады 0,2-ні түбірдің астына жібереміз балалар. Мына квадраттан құтылдық.
Енді 0,2-ден балалар жоқ шамамен 0,100-ден 1047 шығады. 447 шығады екен жоқ шамамен. Енді мына бізде ашты табу керек. Өрнегімізді ары қарай түрлендіреміз енді. R тең болады, мына жаққа көбейту болып кетеді. Сонда 0,100-ден 47-ні көбейтеміз R-ге, қосу 0,100-ден 47 көбейту H болады балалар. Енді R-лерді бір жаққа жинаймыз, сонда мына жаққа азайту болып өтеді. 0,100-ден 47 R тең 0,100-ден 47 H-тың өзі қалады. Енді мынаның алдында 1 бар деген сөз балалар. 1-ден 0,100-ден 47-ні алып тастасақ, бізде 0,553 R қалады. Мына жағымызда 0,447 H. Енді балалар, осы жерден бізге H-ты табатын болсақ, H-ымыз тең болады 0,553 R-ді 0,147-ге бөліп тастаймыз. R-дің мәні балалар, бізде жердің радиусын аламыз. Жердің радиусы бізде 6400 километр. Енді есептейік. 0,553 көбейту 6400 километр. Оны бөлеміз 0,447-ге. Ал есептесек балалар, бізде шығады екен 7917 километр шығады. Енді жауапта бізде 7900 дегені балалар, мына жерде түбір астынан жуық шамамен алғандықтан бізде санымыз жоғары болып тұр. Сонда біз оны жуық шамамен 7900 километр деп алсақ, қатеге жатпайды балалар. Сонда жауабымыз, биіктігіміз 7900 километрге тең екен балалар. Ал соңғы есебімізде Марс ғаламшарының радиусы жер радиусының 0,53 бөлігіне тең дейді. Ал оның массасы жер массасының 0,11 бөлігіне тең. Массасы 100 кг дененің Марсқа тартылу күшін анықтаңдар депті. Балалар, берілгендерін жазып алдық. Енді Марс үшін тартылыс күшінің формасын жазамыз. F Марс болады. Тең болады G M Марс көбейту дененің массасы бөлінген R Марстың квадраты балалар. Енді орнына қоямыз. Бізде гравитациялық тұрақтымыз тұрақты, 6,67 көбейту 10-ның минус 11 дәрежесі Ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген килограмм квадратқа тең. Енді бізде Марстың формуласы балалар, міне мынаны аламыз. 0,11 жердің массасы тұрақты, балалар. Жердің массасын 6 көбейту 10-ның 24 дәрежесі килограммға тең. Дененің массасы 100 килограмм балалар. Оны бөлеміз. Радиус, Марстың радиусы. Бізде Марстың радиусы 0,53 жердің радиусына көбейтісіне тең. Соны жазамыз. 0,53 жердің радиусы болады. Тұрақты 6,14 деп алайын. Жоқ шамамен оның 6 дәрежесі метрге тең. Осыны квадраттаймыз. Ал балалар, есептесек бізде шығады екен 38 көбейту 10-ның дәрежесін есептейтін болсақ, 24-тен 11-ді алып тастасақ, 13 дәреже қалады. 13 дәреже, мына жерде 6-ны 2-ге көбейтеміз балалар. 12 дәреже жоғарыға мен сошады. Жаңағы 13-тен 12-ні алып тастасақ, 1 дәреже қалады. Сонда Ньютон. 38-ді 10-ға көбейтеміз деген сөз, сонда 380 Ньютон шығады балалар. Сонда жауабымыз Марстағы тартылыс күші 380 Ньютонға тең екен балалар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болса, лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.